Үшеселенген бақыт 38 жастағы Фируза Абдырова үшемді дүниеге әкелді. Алтын құрсақты ана мен шаңырағына құт боп қонған Сара, Дара және Зере перинаталдық орталықта үйлеріне оралды. Бегімарт клиникасының учаскелік дәрігерлері сәбилердің жағдайын біліп қайтты. Нақтырақ алдағы бейнематериалда. 2026 жылы ауданымыздағы алғашқы үшем 3 ақпан күні дүние есігін ашты. Фируза Абдырованың жүктілік кезеңдерін бақылауда ұстап, денсаулығына жауапты болған Бегімарт клиникасының учаскелік дәрігерлері мен педиатр, медбикелер ана мен шақалақтардың жағдайын біліп құттықтап қайтты. Біздің Бегімарт клиникасына есепте тұрған Абдырова Фируза деген қызымыз 3 ақпан күні осы жылы үшем дүниеге алып келді. Қуанып жатқан жағдайымыз бар. Фируза қызымыздың жағдайына барып, қайттық, жағдайы жаман емес. Екіқабат жүктілік кезінде де дәрігерлердің бақылауында үнемі болып тұрды. Кезінде дәрі-дәрмектерін, анализдерді уақытылы тапсырып, уақытылы қадағалап тұрдық. Қазір жағдайы жаман емес, қалыпты жағдайда, қан қысымы, дене қызуы дегендей барлығы жайында. Сәбилердің жағдайы да жаман емес. Бірінші қызымыздың салмағы 2-де 400 болып, екінші 2-де 300 болып, үшінші 2-де 60 килограмм болып дүниеге келген болатын. Жағдайлары жақсы, бір қалыпты, өзі анасынан қоректеніп жатыр. Клиника ұжымы алтын құрсақты ана мен Асқартау әкеге жүрек жарды лебіздерін білдіріп, ақ тілектерін арнады, сый сауғаларын табыстады. Уақытында хабар алып тұрғандарыңызға біздер рахметімізді айтамыз. Әйтеуір мына халықтың қызметінде шаршамаңыздар. Үшеуінің салмағын қосқанда 6 келіден сәл асатын үшемдердің есімдері Сара, Дара және Зере. Жүктіліктің 33-ші аптасында мерзімінен бұрын босанған 8 перзенттің анасы Фируза Абдырова мен сәбилердің денсаулығы қалыпты. Сарағаштың тумасы ультрадыбыстық зерттеу кезінде үшем екенін естігенде алғашында сене қоймадым дейді. Бірінші дамымай қалады деді сіздің жасыңызда. Біреуге айтуға қорықтым енді. Кейін жолдасым айттым. 12 апталығында түстік, сол кезде анық жүректер соғып тұр деді. Шүкір, жақсы дамыды бізде. Менің жүктілік кезеңім өте жақсы өтті. 32 аптасында бардым мен. ОПЦ-ға барып жаттым сол жерде. Кесірткілігімен босандым. Балалардың жағдайы бір күн неде жатты кислородта. Өзімде жақсы, 2 күн күтініп, 2-ші күн көрдім балаларымда. Бірақ 2 күн көрмедім. Қорқыныш болды ма? Әрине қорқыныш болды. Менде 5 баламды өзім дүниеге алып келгем. Кесірткілігі болмаған менде. Қатты қорқыныш болды. Гендік жақтан бізде мен жолдасым жағынан да бар, өз жағымнан да бар да, 2 жақтан да бар. Үшем емес, бәрі 2 егізден. Алланың бергені маған осы үшеу екен. Зере, Дара, Сара деген ат ұнады өзімізге, қызық. Оны жеткізу мүмкін емес. Әзірде есіме түсіп жылағым келеді, бірақ шүкір деп айтамын. Жақсы, өзімде жағдайым жақсы, балаларына жағдайым жақсы әзір. Айта кетейік, бұл отбасыда үшемнен бөлек 3 ұл, 2 қыз тәрбиеленуде. Мамандар жанұяға құт боп келген 3 гүлдің денсаулығын бақылауда ұстап, кезең-кезеңімен келіп тексеріп тұрады. Шаңыраққа қатар қонған аққу секілді тәтті ұйқыда жатқан үшемдерге мықты денсаулық пен ұзақ өмір тілейміз. Айгерім Айтбаева, Марат Жолдас, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.